Сәлем балалар, ана тілі 1 сынып 10 сабақ, тақырыбы балақайлар әні, жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Бірінші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы, балақайлар әні. Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені, атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атам, ататай, ойнақтайды ботатай, әжем, әжетай, шүпірлейді шөжетай. Баянғали Әлімжан 1954 жылы туған ақын, драматург, жазушы, айтыс ақыны, жыршы, жырау, кинорежиссер, сценарийші, актер, әдебиет және өнер зерттеушісі, мәдениет қайраткері, сыншы, сатирик, тележүргізуші. Өлеңде отбасылық құндылықтар мен ұрпақтар арасындағы байланыс, қазақ халқының ұстанымы, адамгершілік қасиеттер мен отбасылықтың маңыздылығы туралы айтылады. Ата мен әжені ардақтау бұл үлкендерді құрметтеуді көрсетеді. Ойнақтайды бота, тай деген жолдар табиғат пен адамның арасындағы жақын, шаттықтың байланысын білдіреді. Шүпірлейді шөжетай деген жол ұрпақтың жалғастығын, яғни ата-бабадан балаға, немереге деген мәдениет пен салт дәстүрдің берілуін көрсетеді. Ата, әже, бота сөздеріне дауысты дыбыстарды атау, олардың жуан немесе жіңішкені айтады. Мысалы, ата дегенде 3 әріп, 3 дыбыс, 1 буын, а дауысты, т дауысы. Әже дегенде 3 әріп, 3 дыбыс, 2 буын, ә мен е дауысты, жіңішке. Бота деген 4 әріп, 4 дыбыс, 2 буын. Бізде дауысты дыбыстар о мен а, дауыссыз дыбыстар б мен т дыбыстар екен. Мына жердегі ережелерді жаттап өздерің балалар естеріңе сақтаңдар. Екінші жаттығу көркем жаз, сөздердегі дауысты дыбыстар жуан ба, жіңішке ме? Аталар сөзі ақылдың көзі. Аталар сөзі деген мағынасы, бұл жерде аталар тек өз атамыз ғана емес, бізге дейін өмір сүрген, көпті көрген тәжірибелі қариялар мен данагөй бабаларымызды айтады. Олардың айтқан өсиеттері мен ақылдары ғасырлар бойы жинақталған үлкен өмірлік мектеп. Ал екінші жолда ақылдың көзі деген тіркес сол айтылған сөздердің ішінде үлкен білім, дұрыс жол және ақиқат жатқанын білдіреді. Яғни аталардың сөзін тыңдаған адам өмірде қателеспейді, дұрыс шешім қабылдауды үйренеді. Бұл сөздер адамның ой өрісін ашып, ақылды болуына көмектеседі. Бұл мақал үлкендердің ақылын тыңдауға, өткен ұрпақтың даналығын құрметтеуге шақырады. Дауысты дыбыстарды талдайық. Сөйлемдегі сөздердің жуан немесе жіңішкені анықтаймыз. Аталар дегенде а жуан дауысты дыбыстар, сөзі ө жіңішке дауысты дыбыстар, ақылдың а жуан дауысты дыбыстар, көзі ө жіңішке дауысты дыбыстар. Үшінші жаттығу берілген әріптерден бірнеше сөз жаса дейді. Сөздердегі дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішкені. Біз бірінші қатардағы сөздерде мынандай сөздер құрастырдық. Жол, тол, қол, соқ, тор, қос, тос, қор. Бұлар жуан сөздер, яғни бұл жерде о дыбысы бар екен. Екінші қатардағы бел, жер, тез, бес, жел. Бұлар жіңішке сөздер, яғни е дыбысы жіңішке. Дәптермен жұмыс. Ж дыбысы сөзінің басында, ортасында келеді, кейбір сөздің соңында кездеседі. Лаж, мұқтаж дегені. Ж дыбысының әрпін әдемілеп, көркемдеп жазасыңдар. Екінші жаттығу жағын біз айтып өттік. Енді бос түргізді сөз шығатын әріптерді жаз. Біріншісінде білім, сабын, тиын, бұлақ, көше, сызғыш. Бұл жерде дауысты дыбыстар жіңішке ал о бұлар жуан дауысты дыбыстар екен. Балалар, бүгін біз балақайлар әні туралы өлеңді оқыдық, дәптермен жұмыс жасадық, жуан жіңішке сөздерді ажыраттық. Сабақ аяқталды.